Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің видео жасайтын, шаймен ішетін, тез дайындап, сгущенкамен, тосаппен пісетін ши бауырсақтың рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Алдыменен 200 мг жылы сүтімізді құйып аламыз. Оны сумен дайындасаңыздар да болады. Енді осыған 1 қасық тұзымызды саламыз. Қантымызды салып аламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша тәтті қылам десе, көбірек сала беріңіз. Осыған 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Жақсылап ерітіп, араластырып аламыз. Әркім әртүрлі жасайды. Сары май қосады, біреулер сүттің орнына су құяды. Әркім өзінің қалауы бойынша жасайды. Мынаны шаймен ішкенге өте керемет. Тәтті вареньемен болсын, сгущенкамен болсын. Жақсылап ерітіп аламыз. Осыған енді ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Илектен өткізіп аламыз осылай. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қатты қылмай, жұмсақ қылмай. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді осыны кішкене бір 15-20 минутқа төкеріп қойып қойсақ болады. Тестамызды аштық. Енді тағы да бір кішкене илеп бір 5 минутқа қойып қойсақ болады. Тағы бір илеп алдық. Енді осыны кішкене 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап дайын болды. Енді осыны кесіп дайындап аламыз. Жұқалап осылай жайып аламыз оны. Мен өзім майда болғанын жақсы көрем. Осылай майдалап кесіп аламыз. Майымыз қызып алды. Енді осыған жайлап саламыз. Осы енді өзі қызарып пісу керек. Қызарып пісіргеннен кейін, піскеннен кейін ала береміз. Соғымыз қызарды. Енді ала берсек болады.